Нағыз балалшақтың дәмі өте жұмсақ, нәзік болып шығатын ореховый кольца дайындаймыз. Ол үшін бізге ең алдымен бөлме температурасына еріп тұрған маргарин үстіне сахарный пудрамызды салып, осылай лопаткамен жақсылап тұрып араластырамыз. Яғни массамыз бірігу керек. Дәл осындай болған кезде үстіне бір дана жұмыртқамызды жарамыз. Жақсылап тағы да араластырамыз. Үстіне кейін араласып болғаннан кейін қалауынша ванильный сахар не болмаса азап қана ванилин салсаңыздар болады. Жақсылап тағы да араластырғаннан кейін бізге ұнның үстіне 1 шай қасық разрыхлитель салып екеуін араластырып аламыз. Және ұнымыз бен жұмыртқалы маргарин массамызға бәрін біріктіреміз. Алдымен осы лопатканың көмегімен араластырсаңыздар болады. Кейіннен қамырымыз басып біріккенде осылай қолымызбен қамырымызды илейміз. Дайын болған қамырымызды холодильникке бір 5 минутқа қойып қоямыз, біраз тұндырып болғаннан кейін қалауынша 2 бөлікке бөлсеңіздер болады. Және азғантай ғана ұн сеуіп қамырымызды жаямыз. Осылай дөңгелетіп жайып аламыз, және тым жұқа жайып жүрмеңіздер. Және де печеньеміз оңай алу үшін осылай формамызды азап қана оңға батырып, осылай бөліп аламыз қамырымыздан. Және ортасын осылай да бөліп аламыз. Осылай менеке барлығын бөліп болғаннан кейін бетіне жұмыртқаның сары уызын жағамыз. Міндетті түрде жұмыртқаның сары уызы болу керек, сол кезде печеньеміздің беті қатты болмайды. Жағып болғаннан кейін осылай дайын тұрған бізге жаңғақтарға осылай батырамыз. Барлығын осылай істеп болғаннан кейін қызып тұрған пеште 220 градуста 20 минуттай пісіріп аласыздар. Өте дәмді болып шығады. Қатты емес, жұмсақ, нәзік болып шығады. Міндетті түрде жаз айында балаларыңызға істеп қуантып көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.